Көп адам ойлайды, ой, тамақ қой дейді. Жоқ, білесіздер ме, мына Қытай халқы бар, көрші халық. Әркім амандасқанда не мақсатта тұтатынын, қай нәрсені өзіне байлық ұстайтынын білесіздер. Қазақ халқы амандасқанда сәлеметсіз бе, немесе ассалауму алейкум деп амандасады. Екеуі бір мағына. Яғни сәлемет немесе саламат дегені ол амандық, денсаулық дегенді білдіреді. Арабтың сөзі өзі. Әссәламу деген, сәлем дегенде түбі амандық, деннің саулығы дегенді білдіреді. Қазақ айтады, бірінші байлық не дейді? Денсаулық дейді. Сөйтіп амандасамыз. Бізге бірінші қазақта сұрайтын нәрсеміз денің сау ма дейміз. Иә, қалған бәрін табасын онда дейміз. Қалған бәрі табуға болады. Ден сау болса болды дейді. Тамаша сөз. Бірақ ол бір халық қана ғой. Мына көрші Қытай айтады, не жедің деп амандасады. Сөйтіп амандасады. Тіпті бай адамдары ең мықты мақтанған сөздері, бүгін мен мынадай тамақ жедім дейді. Ең керемет мақтаныш сөз ол оған. Бүгін мынадай тамақ жедім, түске енді мынандай тамақ жейін деп тұрмын дейді. Ең керемет өмірінің мақсаты сол, байлығы сол. Қараңызшы, жерде 3 адам болса, соның біреуі Қытай дейді. Жердің 3-тен 1-і осылай амандасады. Не жедің деп. Бұл тамақтың адам өміріндегі орнын білдіреді, бауырлар. Көп адамдар ойлар әдемі сөзбенен, маған тамақ керек жоқ, тапқаным болса болды, ондай, мұндай. Ол әсем сөзді қойыңыз. Тамақ адамның үлкен жерін басқарады. Қазақта сол сөзді айтады. Кімнің наны болса, әні болады дейді. Немесе басқаша айтады. Нанды кім берсе, соның әнін айтасын дейді. Түсінесіз ба?